Электр табиғи не адам қолымен жасалатын заряд ағыны. Ол қауіпті болуы мүмкін. Сөйте тұра өте пайдалы. Электр атомдық деңгейде пайда болады. Протондардың заряды оң, ал электрондардың заряды теріс. Жалпы электр тек электрондардан тұрады. Электр өткізгішіндегі протондар атом ядросында шоғырланады, ал электрондар еркін қозғалады. Олардың зарядтары бірдей болғандықтан, электрондар бір-бірін кері итереді. Бір электрон қозғалғанда, көршілес орналасқан электрондарды кері итереді. Олар да өз кезегінде басқаларын кері итереді. Электрондар ағынының осы қозғалысы электр тізбегі деп аталады. Электрондар электр тоғын тудыру үшін өткізгіш материал қажет. Мысалы болады: алюминий, алтын және темір. Электрондар өткізгіш бойымен оңай қозғалады. Электрондардың осындай ағыны электр тоғы деп аталады. Электрондардың кез келген нүктедегі энергиясының шамасы кернеу деп аталады. Итеру күші потенциалдар айырымы деп аталады. Бұл екі нүкте арасындағы кернеудің айырымы. Электрон ағынының жылдамдығын ток күші дейміз. Ол ампермен өлшенеді. Протондар мен электрондар резеңке секілді изоляторлық материалда еркін қозғалады. Сондықтан, онда электр тоғының ағыны болмайды. Электр тоғын әр түрлі әдістермен алуға болады. Көп мөлшерде алу үшін электр станциялары керек. Ал шағын мөлшерін батареялары бере алады. Біз бүгінгі әлемді қамтамасыз етуге жеткілікті электр энергиясын өндіріп, оны түрлендіре аламыз. Бұл адамзат жетістіктерінің бірі.